Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мен бала кезде сүйсініп, жақсы көріп жейтін печеньенің рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Өте дәмді печеньені бірге жасаймыз. Бізге алдымен ертілген сары май, сметан, қант, жұмыртқа, ұн, тұз, ас содасы қажет болады. Ыдысымызға жұмыртқаны салып, оны араластырамыз. Үстіне қант саламыз. Оны да қантты ерігенше жақсылап араластырамыз. Үстіне тұзды, сметанды салып араластырамыз. Ертілген сұйық майымызды құямыз. Және 1-2 ас қасық сұйық майдан құямыз. Енді ұнның үстіне ас содасын және ванилинді қосып араластырамыз. Ыдысымызға ұнды араластырып, осындай қамыр жасап, печеньенің қамырын жасаймыз. Сұйық қамырын жасаймыз. Енді газда арнайы форма қыздырылып, оның ішін майланып қоямыз. Сұйық маймен майлап қоямыз, өйткені жабысып қалмас үшін. Екі жағында қыздырып, енді печеньеміздің сұйық қамырын осы формаға жайғастырып, қасықтың көмегімен қатты қысып, екі жағын алма-кезек пісіріп аламыз. Неге көріп тұрғандарыңыздай, осылай кезек-кезегімен пісіріп аламыз. Қамырын жайғастыру кезінде форманың барлық жағына қамырдың болуын, орналасуын қадағалайсыздар, әйтпесе жартылай шығып қалуы мүмкін. Мінекей, біздің сүйікті печеньеміз дайын болды. Өте дәмді. Осы печеньені бала кезімізде анашымның дайындағанын күтіп, оны жегенше асығатын едік. Енді бізде осы кезде балаларымызға пісіріп беріп, оларды қуантып жүрміз. Сіздер де отбасыларыңызды қуантып, осы менің рецептімен пісіріп берсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Жанат. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.